Ассалаумағалейкум құрметті достар, бүгін мен сіздерге 2012 жылы жарық көрген «Жетімдер» атты фильмнің қысқаша ғана сюжетін айтып беретін боламын. Алдымен арнама тіркеліп, лайк басыңыздар. Кеттік ендеше. 1990 жыл, Ирак, Күрдістан. Бір топ балалар футбол ойнап жүреді. Жетім болған ағалы інілі Дана мен Занада арларында болады. Кейін біреу Супермен осында деп кино көруге аттанады. Айналадағы үйлер мен балалар киімдеріне қарай халықтың жұпыны өмір сүретінін түсінеміз. Киноға кіретін ақшалар болмаған бауырлар айналып барып кинотеатрдың шатырына көтеріліп кішкентай терезеден қарауға кіріседі. Риза болып отқанда оларды кинотеатр иесі не істеп жатсыңдар деп жұлқылап сабап ол жерден қуып жібереді. Қашып келе жатып Зана әкеміз осында болғанда ешкім бізді ренжітпес еді дейді. Содан ағасы тауларға назарын салып тұрғанда қайда қарап тұрсың деген інісіне Америкаға Супермен сонда тұрады. Онда биік ғимараттар көп деп жеткізеді. Қайдан білесің десе, мен ағылшынша үйренгенмін. Екеуміз де сол жақта тұруымыз керек деп армандайды. Сөйтіп Халид дейтін атаның шеберханасынан аяқ киім тазалауға арналған заттарын алып, көшеде жайғасып, 1 динарға аяқ киім тазалаймыз деп адамдарды шақырады. Інісі Зана қағылез ширақ болса, ағасы Дана оған қарағанда сабырлау. Керек кезде інісіне ұрсып ақыл айтады. Жастайынан екеуі ерте есейіп, осылай күн көреді. Ағасына бір еркек қызымен келіп тазалатады. Гелия дейтін қызы алдынан ұнататын ол, оған қайта-қайта қарап қояды. Қыз да жымиғандай балаға назарын салады. Содан мешітке кіріп, дәреттерін алып, жамағатпен намаз оқиды. Соңында Алладан Америкаға жетуді, ақша табуды сұрайды. Заттарын шеберханаға әкелгенде Халид ата оларды өз балаларындай жақсы көріп, қарсы алып, құшақтап, иіскеп сүйеді. Кеткеннен кейін Зана толық боп тамақтанып отқан отбасыны көріп, іштей сондайды қалап тұрғанын түсінеміз. Сол кезде Дана Гелияны байқап, артынан аңдый бастайды. Қыз біраздан кейін аңдып жалықпадың ба деп бұрылады. Егер мен әнші болғанымда мен тек сен үшін өлең айтар едім дейді бала. Қыздың да ойы бары көрінеді. Ол Данаға жақындап көзін жұмғызып бетінен сүйіп алып, ешкімге айтпа деп ескертеді. Айтпаймын деп Дананың бақыттан басы айналғандай боп інісіне жүгіріп кетеді. Інісі екеуі таныс кісілерден 2 шелек су сұрап алып, шелектерді шатырға жіппен тартып шығарып, сол шелектегі суға шомыла бастайды. Сосын жолда Гелия мен Найланы жолықтырып, екеуінің де көңілдері болмай, Азат Гелияның алтын алқасын алды деп кетеді. Дана қазір келемін деп жүгіреді. Зана Халид атаға кіріп, Дананың қыздың артынан жүгіріп жүргені ұнамайтынын айтқанда, сен де бір күні қыздың артынан жүгіресің дейді. Осы жерде шалдың бір баласы барын естиміз. Бірақ Заналарды да өз балаларындай көреді. 30 шақты таяқ алып келші деп жұмсайды. Ал Дана болса су жағасына кеп жіптен ұстап секіріп түседі. Зана таяқтарды санап жатқанда ағасы суға батып көмекке шақырады. Сол жерден өтіп бара жатқан кісілер оны құтқарып алады. Қақалып жөтеліп тірі қалған Дананың қолында қыз айтқан алқа болады. Яғни судан алып шыққанын түсінеміз. Таяқтарды әкелгенде Халид ақсақал оған біреуін сындыртады. Кейін бәрін сындырып көр деп береді. Бірақ бала қанша тырысса да сындыра алмайды. Бұл бірліктің мысалы. Егер отбасы бірлікте болса, ол күшті болады. Сендер Дана екеуің бірге болсаңдар, күшті боласыңдар дегенде Зана ойланып қалады. Ата Зананың қолына сағатты ұстатады. Балақай қуанып заттарын алып, мен сіздің балаңыз боп қала беремін дегенде шал әрине деп отырады. Ал Дана Гелияны іздеп келсе, олар Америкаға кетіп жатыр екен. Қызға өтініш кетпе деп жалынады. Осылай Дана алқасын бере алмай өз махаббатымен қоштасып көңілі түседі. Содан Халид ата қайтыс болады. Оны көтеріп шыққанда мені қалдырма деп шырылдайды Зана. Онсыз да жетім балалар Халид аталарын әке деп жүргенде мүлдем ешкімсіз қалады. Тау жақта отырып, біз Америкаға баруымыз керек, менде карта бар деп ашып, біз осындамыз деп Африканы көрсетсе, ойланып, Америка мына жақта деп Европаны көрсетеді. Ағылшынша оқығанмын деген ағасының мүлде әріп танымайтынын түсінеміз. Аралары осындай ғана жер деп айтады. Біздің не паспортымыз, не ақшамыз жоқ дегенде Дана Америкаға жетуге көмектеседі деп Гелияның алтын алқасын шығарады. Қуанған Зана, ей адамдар, 2 күннен кейін бұл аспанда Супермен екеуміз ұшатын боламыз деп
қуанышын жасырмайды. Яғни ол Суперменді шынайы деп санайды. Сонымен екеуі адамдарды заңсыз Америкаға апаратындарды іздеп, Америкаға өткізуін сұрап, Алханы ұсынады. Ал Зана болса ол кезде бір баламен ойын ойнап, жеңіске жетеді. Оған есекті ал дейді. Зана есекті жақсылап қарап шығып келіседі. Алханы қараған кісі мынау ештеңеде тұрмайды деп қайтарып жібереді. Інісі болса есек үстінде отырып, көше балаларына Америкаға барамын деп өзінше боп келе жатқанда, Дана қайдан алдың деп оны түсірмек болады. Есектің иесі неғып отырсың үстінде деп жұлқылап түсіріп, аяқ киіммен ұрып тастайды. Ағасы Алханың жарамсыз екенін ескертеді. Сонда інісі жаяу барамыз, сен осындай ғана деп едің ғой дегенде, Дана жақсы ой тастадың деп әлгі есектің иесіне сатып алуға келдік деп қалтасындағы бар ақшаларын шығарып береді. Ақсақал есекті сатады. Кеткенде Құдайдан оларды қорғап қамқор болшы деп тілейді. Зана ата-анамызды тастап кете алмаймыз деп барғысы келмей қалады. Сонда ағасы алдап, Супермен батыл, ол өлгендерді тірілте алады, ата-анамызды қайтарамыз деп інісінің ойын өзгертеді. Кейін ата-анасының мазарына кеп, біз Америкаға бір күнге ғана барамыз, Супермен тірілте алады екен деп нандарын, суларын толтырып жолға шығады. Көше балалары жиналып, олармен қоштасып, ертең тіпті болмаса ар күні Америкаға жетеміз деп қуанып келе жатады. Осылай олар өз армандарына қадам басады. Біраз жүргеннен кейін жол бойында кола артылған жүк көлігін көріп, содан екі бөтелкесін ұрлауды ойлап, Дана тез мініп коланы алмақ болады. Зана да темірге асылып қарап тұрғанда шопыр байқамай айдап кетеді. Екеуі алыстап айырылып, Зана есекке отырып, артынан жүріп көз жасы кеуіп келеді. Кейін арба сүйреген кісіні жолықтырып, ауылға бара жатқандығын біліп, арбаны есекке жегіп, екеуі сол ауылға аттанады. Сөйтіп шал қайда бара жатсың деп екеуі әңгімелеседі. Осылай біраз жолда еңсергенде Зана ағасын көреді. Қуанған балақай арбадан түсіп, ағатай деп бір-біріне жүгіреді. Братец, 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 Зана, Зана. Дана коланы ақыры алған екен, оны ішіп атаға да беріп ары қарай жол тартады. Сөйтіп атаны жолға дейін жеткізіп екі жаққа кетеді. Есектеріне отырып шекараға да жетеді. Жолда тұрған әскерлерге жолды босатыңыз, біз Америкаға бара жатырмыз дегенде сарбаздар қарқылдап күліп, есектерін кері бұрып, құрыңдар, бұл жерден екінші көрмейтін болайын деп қуады. Сөйтіп бір ауылға кеп, Дана шекараны заңсыз өтетін Али дейтін кісіні тауып, Америкаға бара жатқандығын айтып, көмек сұрап, ақыға Алханы беремін деп келіспек болады. Америкаға жетудің екі жолы бар. Табак фабрикасынан аттанатын көлікке кедей боп тығылып қалу. Екіншісі ертең сендерді шекараның арғы бетіне апара аламын дегенде, Даналар Алидің шартымен келісіп, Зана Алханы ертең береміз дейді. Есектің барын естіген Али оны сатыңдар деп таңертең 7-де күтетінін жеткізеді. Сөйтіп есекті әйтеуір 45 динарға сатып, Зана ақшаны санап тұрғанда, ағасы Гелияны артынан байқап, ізінен барып, сол екенін көріп жымияды. Әкесі көрмей тұрғанда Гелияны шетке шығарады. Не істеп жүрсің мұнда деген қызға, сені сағындым, сөйлесейік деп рұқсат сұрайды. Сонда қыз, бұл жерде тәтеміздің үйіне тоқтадық, мешіттен алыс емес, 13-ші үй деп нөмірін айтып, 6-да кел, сол кезде сөйлесеміз деп кетеді. Сөйтіп кешке 13-ші үйді тауып, соған қарама-қарсы үйдің шатырына түнеу үшін жайғасады. Інісі ұйықтап қалғанда шатыр шетіне кеп, Гелияның отбасымен тамақтанып отқандарына қарап жатады. Солай түнімен көз ілмей, таң ата қыз шыққанда шатырдан түсіп екеуі кездеседі. Ал інісі ұйқыдан оянып, ағасының жоқ екенін көріп шақырады. Сағатқа қарап, уақыт боп қалғанын көрген Зана Алилер жаққа жетіп, ағасының келмегенін естиді. Алқа ағасында болып, сәл күте тұрамыз деп жүктерін көліктерге байлап жатады. Ал Дана болса Гелия мен талбұтағында сендей сұлу қызды көрмедім деп қырындап отырады. Кейін көзіңді жұм деп оған өзінің алқасын мойнына тағады. Қыз қуанғандай болады. Дана сағат 7 болғанын біліп, тез кету керек. Кешіксем Америкаға жете алмаймын деп асығады. Не бар Америкада десе, Найла сені Америкаға аттанғалы жатыр деп еді ғой дегенде, осында көшіп келгенін, ешкім Америкаға бармайтынын жеткізіп, көрсеміз деп кетеді. Дана тез Алилер жаққа жеткенде, бала Алқа жоқтығын айтып, көштен қалып кетеді. Ағасы Алқаны Гелияға қайтарғанын, ол осында тұрады. Мен оны Америкаға кеткен деп ойладым дейді. Сонда інісі ағасының неге Америкаға барғысы келгенін түсініп, сен Америкаға Гелиямен тұру үшін барғың келді ма деп ашуланады. Мен Гелиямен осында өмір сүргім келеді деп, енді Америкаға барғысы келмейді. Ренжіген інісі артынан жүрме деп жүгіріп кетеді. Ары-бері сандалып, Зана Али айтқан табак фабрикасын тауып, ішке тез жүгіріп кіріп кетіп,
адамдарға көрінбей, көлік астына жармасып тығылады. Көлік орнынан қозғалады. Ал Дана көшедегі екі бауырдың қол ұстасып бара жатқандығын байқап, көңілі болмай тұрғанда, әлгі фабрикадан келе жатқан көлікті көреді. Інісінің сонымен кеткенін түсініп, адамдардан фабриканың қайда екенін сұрап алып, ол да күзетке білдірмей тез кіріп кетеді. Тығылып жүріп көлікке отырады. Мына жақта темірге асылған Зана қиналып, қолдары талып, ағатай көмектес деп ағасын шақырады. Ал ағасы болса көлік ішінде отырады. Зана шыдап, әйтеуір көлік шекараға жетіп тоқтайды. Қуығы толған Зана асылып тұрып шаптырады. Соны байқаған шекара басшысы, сенен бірдеңе ағып жатыр ғой десе, шопыр рефрижератордың суы шығар деп екеуі отырып ұстап көріп, иісі барын сезеді. Ал басшысы аузына салып, тәтті екенін айтып, көлікті жөндегенін қалайды. Зана соны көріп, жымиып күледі. Сөйтіп асын айнамен қарай бастағанда, бала темірлермен алдына қарай жылжып көрінбеуге тырысады. Жүре келе ол кабина мен арба арасына шығады. Ал әскерлер қасынан өтіп оны байқамайды. Кейін қайта астына жасырынады. Содан Дананың көлігі де шекараға жетеді. Ол түсіп тығылып жүріп жүк көліктерінің астына қарап, Зана осындасың ба деп іздейді. Әр қайсынан іздеп інісін табады. Інісінен кешірім сұрап, сенімен Америкаға барамын дейді. Көлік жүргенде амалдап үстіне шығып алады. Бір коланы соғыстырып сіміріп, біз Америкаға бара жатырмыз деп қуаныштарында шек болмайды. Кейін бір қалаға жетіп көліктен түседі. Сол кезде әкелерінің танысы Осаманды көріп, біз өзіміз осында жеттік дейді. Ол кісіде шекара асумен айналысатын білетін олар одан көмек сұрайды. Келіскен Осаман, кешке екі көлікпен барамыз. Екінші көлікте Жамалмен барасыңдар. Жамал жүк салғышқа жатқызбақ болып ережелерді түсіндіреді. Тексеретін кезде мен 2 рет ұрып белгі беремін, сонда тынышталыңдар деп оларды қапқа кіргізіп, ішіне дәнді дақылдарды төгіп, аузын байлап жатқызады. Сонымен жүре келе тексеріске тоқтатып, олардың құжаттарын қарап, кейін жүк салғыштың ашқанын қалайды. Жамал әдейі 2-3 рет ұрып ашады. Оны ар қарай тұрғызып, арт қаратады. Заттарды түртіп, тінтей бастайды. Кейін балалар тығылған қапты байқап, оны қолмен ұстап көріп, мылтық пышағымен тығып алып, тесіп ішіндегі дәндерді көреді. Ештеңе таппаған соң кете бер дейді. Басып келе жатып, Жамал тоқтап, оларды шығарады. Дәретке шыққысы келген Зана бірден шаптырып тұрғанда, не істеп жатсың деген Жамалдың үстіне зәрі тиіп кетеді. Ашуланған еркек оны итеріп жібергенде, ініме тиіспе деп Дана жармасады. Еркекке күштері жетпей, енді Америкаға жоғалыңдар деп оларды сол жерде тастап кетеді. Тастамаңыз деп жалынып қалады балалар. Еңселері түскенде Зана, мен бізге қолдан құжат жасадым деп дәптершені береді. Сыртында Зана деп ішіне суретін салып, жасы 7-де деп жазып қойыпты. Ағасына да солай аты жөнін жазып, Дана бізде енді құжат бар деп ары қарай жолға шығады. Уақыт өте бір көлік зуылдап кеп, оларды қағып кете жаздап, содан кейін жолдың шетімен жүре бастайды. Сол кезде Дана аяғымен чырқ етіп басып, минаны бастым деп ойлап тұрып қалады. Зана, неге тұрып қалдың? Жүрсей десе, мен минаны басып қалдым деп қорқады. Інісінің кеткенін қалайды. Зана болса, мен сені тастап кетпеймін, сенсіз ешқайда бармаймын деп қасарсып, ол да тұрып алады. Америкаға да, Суперменге де түкіргенім бар, онда барғым келмейді. Маған тек сен керексің деп ағасынан алыстамай оны тастамайтынын білдіреді. Сонда ағасы жақсы, онда көмекке біреуді шақырып кел деп жұмсайды. Адамдарды тауып, оларға жалынып, жалбарынып, ағам минаны басып кетті деп көмек сұрайды. Бірақ ешкім мән бермей қол ұшын созбайды. Ал Дана болса ыстық күнде терлеп інісін күтеді. Кейін аяғын тіреп, қолдарын жұдырықтап, секіруге бел буады. Дайын болғанда іні мені кешір деп артқа секіреді. Ешқандай бомба жарылмайды. Сөйтсе бір ойыншық секілді зат серіппемен секіреді. Содан Дана інісін іздеп адамдардан сұрап жүріп, ақыры оны табады. Сен тірісің ба десе, я, мен Суперменмін. Супермен мерт бола алмайды ғой деп екеуі қуанып бір-бірінің құшағына енеді. Осылай әрі жетім, әрі кедей екі бауыр жарқын болашақты армандап, Америкаға Суперменді көру үшін аттанады. Құжаттары да, ақшалары да жоқ балалар, жолда талай қиыншылықтарға тап болса да, армандарына жетеміз деген сенімдері мықты болып, алған беттерінен қайтпайды. Фильм соңында ешқандай Супермен туған бауырға жетпейтінін, қандай жағдай болмасын, әрдайым бір-бірін қолдайды. Керек жерде бар күштерін салып демеп, шынайы бауырлық қарым-қатынастың көрінісін тамашаладық. Америкаға жетпесе де, ең бастысы екеуі бірге қалып, фильм аяқталады. Егер кино ұнаған болса, лайк басып, арнама тіркеле кетіңіз. Келесі кездескенше.